Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Айгерім. Бүгін сіздермен осындай керемет, дәмді, әрі тойымды болып шығатын бауырдан жасалған рулет жасайтын боламыз. Менімен бірге болып, видеоның соңына дейін қараңыздар. Бауыр мен пиязды алып, ет тартқыштан өткізіп аламыз. Енді осыны біз тағы да блендермен өткізіп аламыз. Өйткені бізде біркелкі болуы қажет, ұсақ түйіршіктері болмауы қажет. Үстіне сүт құямыз. Және де блендерға қойып біркелкі етіп аламыз. Осындай бізде масса шықты. Біз қазір құймақ сияқты бұларды пісіретін боламыз. Үстіне 2 жұмыртқа салып, венчикпен араластырып аламыз. Енді дәміне қарай тұзын, бұрышын және сұйық май құйып, тағы да жақсылап тұрып араластырамыз венчикпен. Енді шамамен 5 ас қасықтай ұн қосамыз және біркелкі етіп венчикпен араластырып аламыз. Енді табамызға кішкене май жағып жібереміз де, кішкене қыздырып, жаңағы бауырдан блины жасайтын боламыз, яғни құймақ жасаймыз. Осылай біркелкі етіп, видеодағыдай жасап шығыңыздар. Енді екінші жағын аударып пісіретін боламыз. Біздің бауырымыз өте тез піседі, сондықтан қарап тұруларыңыз қажет. Міне біздің құймағымыз дайын. Енді салмасына мен жаңағы пиязбен сәбізді қуырып алдым. Сәбізіміз жұмсарғанша қуырып алуымыз қажет. Және де майонезге сарымсақ қосып, араластырып, қазір жағатын боламыз. Енді бір құймағымызды алып, үстіне майонез жағып шығамыз. Үстіне салмасын салып, біркелкі етіп орналастырып шығамыз. Енді осылай орап, рулеттің формасын жасаймыз. Және ортасынан бөліп, ыдысымызға орналастырып шығамыз. Міне біздің рулетіміз дайын болды, достар. Дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Өте тойымды, әрі дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер видео рецепт ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Айгерім.